Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Мен доктор Ревати Рамасвани, Секундерабадтағы Аполло ауруханасынамын. Бүгін аналық без кисталары туралы сөйлесейік. Аналық без кистасы дегеніміз не? Киста бұл ішінде сұйықтығы бар кішкентай қапшық немесе шар. Аналық без кистасы аналық бездің ішінде де, қасында да болуы мүмкін. Барлық аналық без кисталары қауіпті емес. Олардың көбісі қарапайым және ешқандай иімсіз өздігінен жоғалып кетеді. Бұларды функционалды кисталар деп атайды. Жасайтын нәрсе, киста анықталғаннан кейін 1-2 айдан соң ультрадыбыстық зерттеуді қайталау. Көбіне таңқаларлықтай, олардың көпшілігі өздігінен жоғалып кетеді. Бірақ егер олар жоғалмаса және 5 сантиметрден үлкен болып өссе, онда біз кистаның ішінде не бар екенін анықтаймыз. Оны қалай жасаймыз? Біз ультрадыбыстық зерттеу жасаймыз. Біз оның ішінде су тәрізді, сұйықтық па, әлде қоюлау ма, немесе май, кейде тырнақ, шаш сияқты басқа заттар бар ма, соны анықтаймыз. Мұндайларды дермоидты киста деп атайды. Кейде ішінде қою, шоколад түстес зат болады. Ол кезде диагноз эндометриозды киста болуы мүмкін. Кейде кистаның құрылымы бұзылады. Ішкі бөлігі бірнеше бөлімшеден тұруы мүмкін. Сол бөлімшелердің қалыңдығы өлшенеді, яғни олар жұқа ма, әлде қалың ба, киста бірнеше ұсақ, өзіңіз білетіндей, кішкентай кисталарға бөлінген бе, кейде кистаның ішінде қатты заттарда кездеседі. Осының бәрі бізге оның қарапайым киста, серозды киста, муцинозды киста, дермоидты киста, эндометриозды киста немесе қатерлі киста екенін анықтауға көмектеседі. Осыған байланысты ең жүргізген іс, егер ол қарапайым киста болса, бізге керегі тек кистаны алып тастап, аналық безді сақтау. Аналық без әйел үшін өте маңызды. Егер ол дермоидті киста болса, кистаны алып, оны арнайы қапқа салып, ішіндегі заттардың құрсақ қуысына төгілмеуін қадағалау керек. Себебі оның ішіндегі заттар тітіркендіргіш, сондықтан қапты бүтін күйінде сыртқа шығару қажет. Эндометриоидты киста болса, қосымша зерттеулер арқылы эндометриоздің ішекке, несеп жолдарына, құрсақ қабырғасының астарына таралған тармағанын анықтап, соған сәйкес ота жоспарын құру керек. Егер ол қатерлі киста болса, қосымша зерттеулер жүргізіп, ота жасауға бола ма? Қандай жолмен жасау керек? Химиотерапия қажет бе? Соны анықтауымыз керек. Сондықтан негізінен кистаны анықтағанда қорқудың қажеті жоқ. Кисталардың көпшілігі емдеуді қажет етпейді және өздігінен жоғалады. Кейбіреулеріне ем қажет, бірақ кистаны алып тастап, аналық безді сақтап қалу керек. Дәрігеріңізбен үнемі бақылауда болу маңызды. Негізінен қорықпаңыз, аналық безді орынсыз алып тастамаңыз және отаға дұрыс жоспар құрыңыз. Рахмет, достар.